Гонконг Қытайдың арнайы әкімшілік аймақтарының бірі және әлемдегі ең дамыған орталықтардың бірі. Гонконгтағы өмір қымбат, сондықтан тұрғындардың да жағдайы жақсы деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Гонконгтың 200-нан астам тұрғындары, мүмкін одан да көбісі, тек жататын орны бар табыт үйлерде тұрады. Бұл Гонконг қоғамдағы шешілмей тұрған мәселелердің бірі. Гонконг тұрғындары бұндай жағдайда неге және қалай тұрады екен? Бәріміз күн бойы жұмыс істеп, үйге келген соң арқаны жазып, ыңғайлы, жылы үйімізде демалғымыз келеді. Бірақ Гонконгта тұратын кейбір адамдардың үйлері төсекте керіліп созылып жатуға мүмкіндік бермейді. Себебі олардың үйлері жұмыс істейтін кеңселермен бірдей, тіпті одан да кішкентай. Кейбір Гонконг тұрғындары небары 10 шаршы метрлік жерде тұрады. Бұл тұрақтағы бір көліктің орнымен шамалас. Бұнда жерге тек жататын төсегі ғана сияды. Дәретхана мен жуынатын жері басқа көршілермен ортақ болуы мүмкін, ал бөлек болса да кен емес. Қалған жеке заттары сол кішкентай бөлменің бұрышында үйіліп тұрады. Бұл үйлер табыттан шамалы ғана кем болғандықтан оларды табыт үйлер деп атайды. Бұндай табыт үйлер жағдайына сай, арзан деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Бірақ табыт үйлерді жалдаудың орташа ақысы айына шамамен 2500 Гонконг доллардай, немесе 320 ақш доллар. Арзан емес. Мысалы, бұл Ли Суэт Вэн мен балаларын 2017 жылы түсірілген суреті. Ол осы 11 шаршы метр бөлмеде 2 баласымен тұрады. Төсегі тоңазытқыш пен кір жуу машинасы, кішкентай үстелі, бәрі бір бөлмеде. Ол осы табыт үйі үшін айына 580 ақш доллардай төлейді. Бұл оның шамамен 1290 ақш долларлық айлығының жартысы. Ал бұл 80 жасар Чунг Чи Фонгтың суреті. Ол өзінің табыт үйінде тіпті аяғын созып жата алмайды. Жұмысы жоқ Саймон Вонг өзінің кішкентай үйінде теледидар көріп жатыр. Сондай дамыған Гонконгтың халқы бұндай жағдайда неліктен тұрады екен? Гонконгта кішкентай табыт үйлер 1950 жылдардың соңына қарай пайда бола бастады. Қытайда азаматтық соғыс болғаннан кейін 5 жыл ішінде Гонконгтағы халық саны 600 мыңнан 2,1 миллион дейін күрт өсіп кетті. Адам саны тез өсіп, оларды қоныстыратын үй жеткіліксіз болды. Сол кезде жаңа иммигранттар үшін 2 қабатты төсегі бар алғашқы табыт үйлер құрылды. Иммигранттар үшін тез арада салынған уақытша тұрақтар бүгін Гонконгтың шеше алмай жүрген тұрғын үй мәселесіне айналды. Жергілікті үкімет бұны шешу мақсатында халық үшін 40 қабатты үйлер салды. Ол үйлердің жалдау бағасы да осы табыт үйлермен шамалас, 300 ақш доллардай. Үкімет арнайы үй салып жатса, неге халықтың тұрғын үй мәселесі әлі де шешілмеген? Мемлекет тарапынан үй беріледі дегенмен, осы табыт үйлерде тұрып жатқан адамдар әлі де үкіметтен үй берілуін күтіп жатыр. Кейбіреулері үй алуға арыз берсе де, арызы бойынша еш жауап алмай күтіп отырғанына 2 жылдай болып қалыпты. Гонконг үкіметі халықтың тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін тағы бір жоспары бар. Гонконгтың ең үлкен аралы және Гонконг халықаралық әуежайы орналасқан Лантауда 1000 гектар жерді қайта икемдеп, жанына жасанды аралдарды құруды жоспарлайды. Үкімет осы жерде 40 мың үй салуды ойластырып отыр. Жобаны іске асыру бойынша жұмыстар 2025 жылы басталып, 2032 жылға қарай адамдар жаңа қонысқа көшіріледі. Жобаның болжамды құны 80 миллиард долларды құрайды. Дегенмен, бұл үлкен жобаның ұзақ мерзімді әсері туралы алаңдайтын көптеген сыншылар бар. Сондай-ақ, Лантау аралының табиғатына зақым келтіреді деп уайымдайды. Негізі Гонконг әлемдегі үй бағасы ең қымбат қалалардың бірі. Бірақ өзіміздің Алматымыздың жағдайы да мәз емес. Гонконгтағы тұрғын үйдің жоғары бағасы да табыт үйлерінің көбеюіне себепкер болды. 19-30 жас аралығындағы жас ересектердің 88%-ы өз үйін сатып алу үмітін жоғалтты. Гонконг тұрғынның орташа айлығы 36.500 Гонконг долларын құрайды. Бұл ақш доллары бойынша шамамен 4662 доллар. Жаман емес, келісесіздер ме? Алайда тұрғындар табысының жартысы не одан да көп бөлігі тұрып жатқан үйдің төлеміне кетеді. Қаланың жақсылау, жаңа аймақтарында 37 шаршы метрлік жылжымайтын мүліктің орташа құны 4,168 миллион Гонконг долларын құрайды. Бұл Гонконг адамдарының орташа айлығынан 120 есе көп. Басқаша айтқанда, қарапайым отбасы қалада пәтер сатып алу үшін оның 16 жылдық табысы керек. Гонконгта көптеген адамдар тұратын кедей және тар жағдайлар қазіргі тұрғын үй дағдарысын анық көрсетеді. Бұл дағдарыс Гонконгтағы қазіргі әлеуметтік саяси тұрақсыздық пен қоғамдағы теңсіздіктен бастау алады. Гонконг қоғамда әлеуметтік статусы жоғары бөлігі де бар. Олардың тұрып жатқан үйлері мен табыт үйлердің арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Кейбіреулердің жалдап жатқан пәтердің айлық құны миллионнан асады. Бұл теңсіздік қоғамдағы өте өкінішті жағдай. Бірақ
әр елдің қоғамында бұндай айырмашылықтар бар емес пе? Гонконг үкіметі осы үй дағдарысын шешуге тырысып жатыр. Ол жасанды арал құрып, халықты үймен қамтамасыз етуді жоспарлағанмен, әлі ұзақ уақыт күтуге тура келеді. Бірақ Гонконг халқы осы табыт үйлер елдің өткен тарихына айналады деп үміттенеді.